Биосфераның ластануы және тазарту әдістері. Бір ластанған газды ауаны тазалау әдістері мен қондырғылары. Атмосфера маңызды сарқылмайтын экологиялық ресурс екені ақиқат. Қаншалықты сарқылмайтын болса да біз бұл ресурсты тиімді пайдаланып, қорғай білуіміз қажет. Таза күйінде біздің тіршілігімізге өте қажетті айырбасқа жатпайтын ресурс. Ауаның тазалығы мен адам баласының денсаулығы байланысты. Ауаның тазалығы өсімдіктер мен жануарлар әлеміне де, бізді қоршаған басқа да объектілерге қажет. Мысалы, ауа таза болмаса металдардан және басқа материалдардан жасалған конструкциялар, үйлер, ғимараттар коррозия тағы басқа процестерге ұшырап зақымдалады, тез ескіріп істен шығады. Осы уақытқа дейін ауаға тасталатын зиянды шығарындылардың көлемін азайту үшін негізгі газ тазалау жүйесін енгізу болып саналады. Әсіресе жаңадан қолдануға бағытталған өнеркәсіп агрегаттары, шаң және газ ұстайтын құралдармен жабдықталғаны дұрыс. Зиянды қоспаларды ұстау және залалсыздандыру тәсілдеріне және газ тазалайтын құралдардың конструкцияларына қарай газ тазалау техникасы әралуан болып келеді. Әдістер мен технологиялық және желдеткіштік газды шығарындылардың топтастырылуы бір кестеде көрсетілген. Газды шығарындыларды тазалау әдістері мен аппараттары. Аэрозолдарды, шаң мен тұман, ұстайтын жүйелердің топтастырылуы оларда жүретін процестердің ерекшеліктеріне негізделген. Ауаны тазалауға арналған құралдар 4 негізгі топқа бөлінеді. Құрғақ шаң ұстағыштарға, ылғалды шаң ұстағыштарға, маталы сүзгіштерге, электр сүзгіштерге. Шаңның түріне, оның физикалық, химиялық қасиетіне, дисперсиялық құрамы мен жалпы ауадағы мөлшеріне, шығарындының температурасына, қажетті тазалау дәрежесінің деңгейіне байланысты осы құралдардың ішінен белгілі бір үлгісі таңдалады. Газ шығарындыларын шеберлі түрде тазалау мақсатында әртүрлі сүзгіштер түрі қолданылады. Сүзгіш элементтер ретінде жұқа маталардан бастап металдан немесе керамикадан жасалған тесілген, перфорацияланған материалдар пайдаланылады. Ең кеңінен қолданылатын матадан жасалған қолқапты сүзгіш. Оның пайдаланғаннан кейін сүзгіштік қабілетін орнына келтіру үшін қолғапты әлсін сілкіп және желдетіп отырады. Қолғапты сүзгіштердің тазалау нәтижелілігі 99%-ке дейін болады. Газды газ және бу тәрізді ластағыштардан тазалау үшін негізінде 4 тазалау тәсілі. 1. Шығарындыларды еріткіштермен немесе ерітінділермен жуу, абсорбция. 2. Қатты активті заттармен қоспаларды сіңіру. 3. Катализаторларды пайдалану арқылы қоспалардың түрін өзгертіп сіңіру. 4. Шығарынды газдарды термиялық түрде нейтралдау қолданылады. Адсорбцияның 2 түрі физикалық және химиялық, химосорбция болады. Физикалық адсорбцияда сіңірілетін газ молекулалары қатты дененің бетінде, молекула аралық тарту күшімен ұсталынады. Ал химосорбцияда адсорбент адсорбцияланатын газбен химиялық реакцияға түседі. Адсорбенттер ретінде уақ тесікті материалдар, активтелінген көмірлер, силикагель, алюмогель, циолиттер тағы басқа қолданылады. Тазаланатын газдарда катализаторларды уландыратын заттектер болмауы қажет. Катализаторлар ретінде металдар немесе олардың қосылыстары қолданылады. Термиялық тәсілдерге оттектің қатысуымен және газды қоспаның температурасының жоғары болуына байланысты тотығу процесі жүру нәтижесінде улы компоненттер улылығы төмен түрге айналады. Көп сатылық тазалау және залалсыздандыру процесі шығарынды газдардың құрамы күрделі, сонымен қатар ондағы улы заттектердің көлемі өте жоғары болғанда жоғарыда қарастырылған әр түрлі әдістер мен аппараттарды қолдану арқылы жүзеге асырылады. 2. Су айдындарының ластануы. Лас суларды тазарту әдістері. Су ең маңызды экологиялық ресурс және тірі организмдердің басты құрамды бөлігі. Сутектің оттекпен жай тұрақты қосылысы. Сутектің 3 оттектің 6 изотоптармен судың 36 изотоптың түрі түзіледі. Атмосфераның жер бетіндегі қабатында және топырақта мекендейтін организмдер үшін судың басты көзіне жауын шашын жатады. Су айдындарының ластануын былайша таптайды. Биологиялық ластану. Өсімдік, жануар, микроорганизмдер және аш бейімді заттар. Химиялық ластану. Отты және су ортасының табиғи құрамын білдіретіндер. Физикалық ластану. Жылу қызу, электромагнитті өріс, радиоактивті заттар. Судың сапасы, ластану деңгейі үнемі бақылауға алынып отырады. Бұған жол беретіндер.
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтар. Өнеркәсіп орындары. Ауыл шаруашылығын химияландыру. Халық шаруашылығының басқа да салалары. Су құрамында қорғасын, мырыш, сынапты, ауыр металдар ластануда. Шекті мөлшерден асып кетуі жиі байқалады. Іле-Балқаш бассейні суының сапасы да мәз емес. Мұндағы ластағыш заттар ауыр металдар, мұнай өнімдері мен фенолдар. 3. Жер ресурстарын қорғау. Белгілі мәліметтер бойынша, адамзаттың тарихында адам шамамен 2000 га құнарлы жерлерден айырылған. Өңделетін жерлер мен жалпы құнарлы жерлердің ауданының кемуі жоғары жылдамдықпен жалғасуда. Бір кестеде дүние жүзінің жер қоры туралы мәліметтер келтірілген. Топырақтың маңызы мен қасиеттері. Топырақтың табиғи ландшафттар мен экожүйелердегі маңызы зор. Топырақты жекеленген экожүйе деп қарастыруға болады. Докучаев 20 ғасырдың басында топырақты өзіне тән өзара байланыстары, тіршілік ету заңдылықтары мен өзін-өзі реттеуге қабілетті табиғи тарихи дене деп қарастырады. Топырақ зат айналымның маңызды буыны. Құрғақ далаларда күлгін топырақ түзілу типіне тән құмды топырақтар кездеседі. Бұл олардың қалыптасуы ылғалды климат жағдайында қылқан жапырақты ормандар аясында пайда болғанын көрсетеді. Қарапайым шаруашылықта топырақтың тек табиғи құнарлығы пайдаланылып, қарапайым өңдеу жұмыстары ғана жүргізіледі. Жерлердің бұзылуының деградациясының, латын тілінен аударғанда төмендеу, артқа кету, негізгі факторларына мыналар жатады: эрозия, суарудың теріс салдары, жердің азуы және пайдалануға жарамсыздығы, пестицидтердің қолдануы және тағы басқа. Топырақ эрозиясы және онымен күресу жолдары. Топырақ эрозиясы, грек тілінен аударғанда бұзамын деген мағынаны білдіреді. Дегеніміз, оның су немесе желдің әсерінен бұзылуы. Су және жел немесе дефляция эрозиясын бөліп көрсетуге болады. Топырақты бұзатын күш ретінде біріншісінде ағатын су, ал екіншісінде ауаның қозғалысы болып табылады. Эрозия ауаның интенсивті қызметіне дейінде болған. Қатты заттардың беттік сулар мен мұхитқа шайылып келуі, ауада үнемі топырақ шаңының болуы бұл құбылыстың болуын дәлелдейді. Адамның қызметі нәтижесінде эрозиялық процестердің жылдамдығы бірнеше рет артып кеткен. Мысалы, соңғы 50 жылда мұхитқа шайылып келген эрозиялық өнімдер шамамен 8 есе артқан. Сонымен қатар жел эрозиясында да топырақтың көп бөлігі бұзылады. Эрозиямен күресу жолдары. Бір айтарлықтай үлкен территорияда өсімдіктер жабынын жоюға әкелетін табиғи экожүйелерге тигізетін әсерді шектеу. Бұл әсіресе орманды пайдалануға қатысты. 2. Жайылымдарда эрозиялық процестер көбінесе шектен тыс мал жаюмен байланысты. 3. Егістік жерлерді қорғау іс-шаралары. Ауыспалы егістіктерді дұрыс жүргізу, соның ішінде отамалы дақылдар. Жүгері, картоп, қызылша, топырақты бекітетін тамырлары бар шөптер қоспасымен алмасып келуі қажет. Жиектік жыртуды жүргізу, рельефтің горизонттарымен. Өңдеуден оңай бұзылатын құмды және құмдақ топырақтарды шығару. Шағын егістік танаптарын табиғи ландшафттармен кезектестіру. Танап қорғайтын орман белдеулерін жасау. Топыраққа жасалатын қысымды кемітетін техниканы пайдалану. Топырақты соқасыз өңдеу жұмыстарына ерекше көңіл бөлу қажет. Бақылау сұрақтары. 1. Газды шығарындыларды тазалау әдістері мен аппараттары. 2. Шаңды құрғақ және ылғалды әдістермен тазалауға арналған қондырғылар. 3. Шаң ұстағыш скруббер аппараттарының үлгілері. 4. Абсорбер үлгілері. 5. Газды газ және бу тәрізді ластағыштардан тазалау. 1. Су ресурстарына сипаттама. 1. Су ресурстарының ластануы. 2. Өнеркәсіпте пайдаланатын суларға сипаттама. 3. Қазақстандық су ресурстары. 4. Жер қоры. 5. Топырақтың маңызы мен қасиеттері. 6. Топырақ эрозиясы және онымен күресу жолдары. 7. Су эрозиясы. 8. Эрозиямен күресу жолдары.